Саламатсыздар ма? Мен Жолдас Әлия. Шымкент қаласындағы Назарбаев тіл мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгін зерттеудің тақырыбы шоколад хроматографиясы. Шоколад хроматографиясының мақсаты M&M's және Skittles өнімдерінің қызыл және жасыл түсті құрамындағы бояғыштардың адам ағзасына қаншалықты әсерін анықтаймыз. Ол үшін біз қағаз хроматографиясы әдісін пайдаланамыз. Қағаз хроматографиясы ол қоспа құрамындағы компоненттердің қозғалмалы және қозғалмайтын фаза аралығындағы таралуына негізделген. Skittles және M&M's өнімдерінің құрамындағы жасыл түстің қызыл және көк және сары түсті бояулардан тұратынын анықтадық. Ендеше осы түстердің ерек мәнін анықтап көрейік. Ерек мәнін анықтау үшін біз бояулардың қашықтығы мен еріткіштің қашықтығының қатынасын бөлеміз. Сары түс 0,72-ге тең, бұл иондық қосылыс. Жылжымалы фазада иондық қосылыс жақсы ериді. Яғни бұл адам ағзасына Skittles өнімдерінің жақсы әсер ететінін анықтайды.